Sen baydın bekledin sen farkın nasıl Ağrılarını sırtısına kasa alalım Kız kaşarlı büyük formulalar değil takım Nehir kapatız kemer saladım Sana bastan kırsana Gülümün kıyayımız Ağrılarımız geç ulaşadı Nerede hissettirdik yaşıyorlarımız Aşıksa baka sertine Gelin benim aşağımızdan Bir kapanın önünde Boşalım tezgahı tercih gereğidir Yazıkan şanından ben bir gün gelirim Formulalarından anlasın düzünü Hissettirdim birlikte bir isterim Sertlettim Dönüşün şuraya Şakanımız benim geçit istediğimizde Sana beyimde Gördüm asabım Abi ben sevişim dikkat et dediğimde Kız kaşarlı kötü formulası şu ikimde Aşıksa boka sertine Ölümün dışarısın Bir kapanın önünde Boşalım tezgahı tercih gereğidir Енді тағы да жаңағыдай енді сол жақтағы адамға берейікші дәптерді. Сол жақтағы адамға берейікші. Жартылай келіп үлгермей кеткен болса, онда 0,5 қойыңдар. Көп басқалар қойып отырады, иә, болды, иә? Апа нелер жартылай қойса нелер? 0,5. Екіден бір жартылай жазған болса ма, 0,5 балл болады. Тексеріп алдық па? Дәптерлерді өз бізде мынау көп мүшеге, бізде көп мүшеміз берілген, көп мүшені көбейткіштерде жіктелейді. Көбейткіштерде жіктеу үшін бізге өрнектердің екеуіне де ортақ, немесе екеуіне де бөлінетін санды немесе өте жақсы нашарамыз. Сонда екеуіне де бар, бізде В екен, иә? В. Жақшаның ішінде квадрат, азайту, 4 квадрат. Иә, біреуі мына жақта тұр. Ал енді жақсылап қараймыз, тағы да өткенге ораламыз. Бұл жерде қайсы формулаға келіп тұр? Бірінші А квадрат минус Б квадрат формуласы, иә? Енді мынау нешенің квадраты? 3 А-ның квадраты. Кетпесін. Түсінді ма? Қайша дейді. Келе қоямыз. Басында оңай, аяғында кейін болып кетеді ғой. Үшінші есеп десек қоспа. Үшінші есеп десек қоспа. Кім шығарасыңдар? Ерасың. Екіншісіне жақшасында 3 шығады. Кеттік. Екіншісіне жақшасында 3 шығады. Жаңа 3 минут уақыт бере салайын. Қателіктеріңізді тексереміз. Қателіктер бар. 1 секундқа тексере саламыз, иә? Үш есеп қана тұр. 3 балл. Мына топ бітті. 1, 2, 3. Нажала на ма? 4, 5, 6, 7, 8. 3 балл, иә?
3 бал ғой, жаңа 3-іңіз дұрыс болды. 1, 2, 3 бал дұрыс, қалғандары дұрыс емес. 3 бал. Ең соңғы. Желаяқ екінші тапсырма мазмұнында. Себебі есеп одан кейін 128-ші есептің жұп номерлі сандары және 120 Апа басынан тағы 129-ші есеп. Үйге 129-ші есеп. Қолдарындағы стикерді алып, бір сөзге ғана жазып, Рахмет. жарай ма? Болады, нормально деген сөз, тағы да оқимын деген сөз ғой. Нормально емес, нормально Меруертті біз танығалы бері байқап жүрміз. Меруерт барлық ісіне жауапкершілікпен және шығармашылықпен қарайды. Бұл оның өте үлкен жетістігі. Өзінің ішкі қабілеті деп айтсақ та болады. Енді бүгінгі сабақ бойынша айтатын болса, сабақтың құрылымы өте жақсы жоспарланған, әрленген деп айтсақ болады, иә? Оформление жағынан болсын, музыкальный жағынан барлығы жақсы. Енді математика сабағы болған кейін бәрі есепті шығарып үлгеру ойнай деп ойламаймын мен. Біздің сабақ сияқты емес енді. Жаратылыстан сол түсіндім мен сендер. Бәріне өйтіп отдельно түсіндіре алмайсың. Соның өзіне рахмет, әрқайсысына барып, әрқайсысы түсінді деп ойлаймын. Бірақ кейбір балдар енді түсінбей қалды, оны бәрі түсіне бермейді. Математика ондай сабақ емес. Бірақ сенің сабағың керемет болды, бәрі нәрсені қолдандың. Сенен көп нәрсе аламыз. Ашық сабақ болады ғой, Құдай қаласа. Әдіс тәсілдері, жасанды интеграт не айтып тұрады, интеллектті айтып тұрады, сол да күшті идея екен. Бәрі күшті, керемет. Құрметті әріптестер, жалпы негізі бүгін ашық сабақ өз мақсатына жетті деп ойлаймын. Оқушыларға мен бір қуанатын нәрсе мынау жасанды интеллект қазір мынау заманауи нелерді жұмыстарды алып, осылай оқушылармен жұмыс істегеніміз өте ұнады. Ана музыка үшін зор етті. Өзіміз қолып өттіміз. Жақсы, өте жақсы деп баға береді. Рахмет көп. Мадагаскарда Балдарда шаттанып кетті ма? Мен айта кетейінші апай. Қаласың сөйлеп отырсың. Мен ойлаймын еді математика деген анау бір есепті шығарып бір не болып өтеді ғой деп жаңағыдай сондай болатын шығар. Бірақ сіздің мына сабағыңызға кіріп кәдімгідей өзімізді шығарып солай белсене қатысып отырдық қой, балдар да белсене қатысып отырды. Және бұл еңбек мынау шығарып отырған еңбектеріңіздің бәрі көрініп тұр. Еңбек бұның бәрі барлық жасанды интеллект қолданғансыз. Күшті ұнады сабақ. Бізде бар ма ағылшын, қазақ тілде, орыс тілде оқу тыңдалым деген сияқты бізде көп көнекіліктерде жаңағыдай оқуымды қойып музыкалап та біз сабақ өте береміз. Оказывается, математикада өтуге болады екен. Күшті, осы тұстарыңыз күшті ұнады, рахмет. Көп сіздерге уақыттарыңызды бөліп, келіп, пікірлеріңізді бөліскеніңіз үшін.